Келмейді өзімді өзім дарынды еткім, бірімін жырға құмар қалың көптің. Ат есімім Әбдіғаппар Шөлбай ұлы, Полаттың бір баласы, Әлімбетпін деп кезінде жырлаған Тәуелбайдың тарлан ақыны, Жүзқұдық ауылынан шыққан ұлағатты ұстаз Әбдіғаппар Шөлбай ұлы көзі тірісінде оқырмандарына керемет жырларын, өшпес өлеңдерін қалдырған еді. Біз бүгінгі сұхбатымызды сол ақынның отбасында ұрпақтармен бірге жүргізетін боламыз. Ендеше бізден бірге болыңыздар. Қиялым таудан асып, қырдан асып, жатқандай мезгіл сайын тұнбан ашып, дүние қызықтырмайды байлығымен, мен бір жан дауылпаздай жырға ғашық деп жырлаған Тәуелбайдың тарлан ақыны, Жүзқұдықтың тумасы Әбдіғаппар Шөлбаев атамыз көзі тірісінде талай оқырмандардың жүрегіне жол тартқан, талай шәкірттің жүрегінен орын алған ұлағатты ұстаз жан еді. Біз бүгін сол ақынның өмір жолдарымен және шығармашылығымен жақын танысатын боламыз. Алдымен бірінші сұрақты мен осы ақынның қызы Тамара апа өзіңізден бастағым келіп отыр. Жалпы ақынның отбасы мүшелерімен, ұрпақтарымен таныстырып өтіңіз. Иек артып, осынау таушыңдарға жыр оқиын дауылпаз даусым барда. Бүгінгі шаңыраққа жиналған бауырларым аман есен сәлемат барсыздар ма деп бірінші сіздерге амандасып алайын. Біздің әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев атадан 3. Ең үлкені сол әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев. Одан кейінгісі қарындасы Бепсара апамыз, ол Қазақстанда тұрады. Одан кейінгісі Елеусін ағамыз, ол осы жерде тұрады. Мына жерде жеңгеміз, Оразгүл жеңшеміз. Әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев пен анамыз Дәмегүл 8 бала тәрбиелеп өсірді. 8 баланың үлкені Гүлсара апамыз, бұл кісі Теміртауда тұрады. Одан кейінгі Гүлнар апамыз, бұл кісі Баймұратта тұрады. Одан кейін Дин апамыз осы жерде Жүзқұдық қаласында тұрады. Одан кейін Бақытнұр ағамыз осы жерде тұрады. Одан кейін Гүлбану апамыз сол әкеміздің жолын қуып мұғалім болып істейді. Одан кейін Шоқан, ол Рудный қаласында тұрады, Шоқан деген ағамыз. Одан кейін мен Тамара Таразда тұрамын. Одан кейін жаңағы әкеміздің, шешеміздің қара шаңырағына ие болып отқан ең кенжесі Нұрлан әкеміздің қара шаңырағына ие. Бұл өмірге ойлы көзбен қарасақ, әке деген алдыңдағы парасат. Бұл өмірдің өшпей мәңгі іздері, соңдарыңыздан ере берсін болашақ деп. Расында да ақынның қарапайым жан екенін, оның ұлағатты ұстаз екенін жақсы білеміз. Ал енді отбасында біздің Әбдіғаппар атамыз жалпы қандай әке еді, қандай өнегелі өсиеттері қалды естеріңізде? Әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев өте қарапайым еді. Мейірім көзін қандыратын құмардың, нағыз өзі бақшадағы шынардың, ғұламаның, данышпанның, дананың ой өрсін көзін ашқан мұғалім демекші әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев Низами атындағы педагогикалық институтында қазақ әдебиет пәнін мұғалім болып, мұғалімдігін бітірді. Жүзқұдық ауылында мұғалім болып қанша баланы тәрбиеледі. Сонымен бірге расында да Әбдіғаппар атамыздың мектептегі шәкірттерінен бөлек ақынды өнерге, жыршылыққа дайындаған біраз шәкірттерінің бар екенін білеміз. Жалпы шәкірттер кімдер еді? Әкеміз Әбдіғаппар Шөлбаев көп шәкірт тәрбиеледі. Соның ішінде Айтоты Башарова, Ақбай Таубалдиев, Дінбай Дабылов, Нұрлыбек Тасқараев деген кісілерді дайындап түнімен үйге келіп ол кісілерге көп жаңағы несін өзінің білетінін үйретіп шәкірт қылып тәрбиеледі. Осы кісілермен қатар әкеміз мені де тәрбиеледі. Өзіне жақын етіп, жаңағы осы қызымнан бір үміт күтем дегенде қылып, мен де талай жаңағы айтыстарға, қыз сыны байқауларына қатыстырып дайындайтын еді. Соның бір-екі шумағын айтып берейін. Есіңізде қалған айтыңыз. Иә, бір-екі шумағын. Сұрасаң, әкем Ғаппар Тамаратым, жылы молы өзімнен тән алатын, тұрақ жайым Жүзқұдық, достық сапқоз, шаман десе көресін бара алатын. Шөмекей шыққан тегім ұрың балқы, ел менен ердің шығар атақ даңқы.
Қашаннан жіңішке қой қыздың жолы, бүгінгі етек жайған ата салды деп енді есіме түсіп отыр да сол күндер. Жалпы Әбдіғаппар ақынның сонымен бірге бір қанша өлеңдермен бірге өзінің тұстастарына, қасында жүрген құрдастарына да қағытпа әзіл өлеңдерінің бар екенін шығарғанын білеміз. Енді осы орайда Бақыт Нұр аға, сіз Әбдіғаппар ақынның шаңырағындағы ең үлкен ұлысыз. Көбіне әкенің қасында өзіңіз болдыңыз. Енді сол әкеңіздің құрдастарына арнаған әзіл өлеңдерінен айтып берсеңіз. Иә, міне мен әкемнің қолжазбалары бар, міне неде сақтап қойғанмын. Өз қолымен. Иә, өз қолымен папкасы қойылған. Менің әкем мына Құлмақан деген құрдасы бар еді, соған бір арнап шығарған өлеңі бар еді, әзіл деп, соны айтып берейін. Естейік. Істедің сақал шашың ағарғанша, қартайсаң қарыс тұрар амал қанша, құлеке пенсияға шығып алшы, ел жұртқа гәр берме атанғанша деп осы әкем осы өлеңді айтатын еді, құлекеңе әзіл деп. Тамаша, керемет. Енді ол кезде құрдастардың әзіл бөлекше болған ғой, өлеңмен өріп. Енді Нұрлан аға, сіздің де мүмкін әкеңіздің өлеңдері есіңізде бар шығар? Енді оның несі бар еді, балдызы Сәрсенкүл деген. Соған шығарған бір есінде бар еді, соны айтып берейін. Қисықты әуре болма түзетем деп, дариядан өтем деме мұз екен деп, алыстан көрген кезде Сәрсенкүлді қаламын бой жеткен бір қыз екен деп әзіл. Тамаша, керемет әзіл екен. Енді балдыздарға да жезденің осындай тамаша қағытпа әзілдері керемет жарасымдылық қой. Ол кезде әзілді де көтеретін бір қанша балдыздары, жезделерінің. Расында да енді Сәрсенкүл апайды біз білеміз, танимыз, бірге істеп ұстаз болған ғой. Иә, бірге істескен. Тамаша, керемет. Асылдың күтіп жүрмін жылтылдауын, мені де мүмкін елім бір тыңдауын. Көп болды маза бермей, жас баладай, шабытым қояр емес қыңқылдауын деп жырлаған Әбдіғаппар атамыздың өлеңдері бүгінде ұрпаққа өнеге. Ендеше сол атамыздың немере шөберелерінен атасының өлеңдерін естейік. Құбажын бүйрет талды даламына, сыңсыған орман өскен алабына, күмбірлеп таудан өзен ағып жатыр, ұқсаған домбыраның шанағына. Мен Омар Махмуджан, Әбдіғаппар атамның немересі, Өзбекстан. Тауым далам өз елім, бауымнан қалған көз едім, тағдырым менен тағдалас Өзбекстан өз елім. Менің атам Әбдіғаппар Шөлбай, мен шөбересі Нұрсұлтан қызы Дариға. Жүзғыдық, ұшқыдық пен жүзғыдық, туып өскен мекенім, тала тұрғой наз қылып, гүл көмкерген етегің. Жалпы Әбдіғаппар атамыз сонымен бірге танымал Тәуелбайдың ақыны болып, біраз белгілі қаламгерлермен, танымал адамдармен араласқанын білеміз. Жалпы кімдермен араласады еді, үйге кімдер келетін еді? Әкеміз бірге жүріп араласқан кісілері, сонымен бірге Тәуелбай тұлғалары Сақи Әбдікаримов, Өмірзақ Қожамұратов, Сәбит Жаманғараев, Өмірзақ Бақып, Жүсіп Алқожа, Қайып-Назар Шотбасов осы кісілермен жақсы араласатын еді. Және қазақтың белгілі ақындары Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалиевтермен бірге жүріп шығармашылық байланыста болды. Сонымен бірге әкеміз Алматыда Мұқағали Мақатаевпен бірге жүрген кезінде Мұқағалиға арналған өлеңі бар еді, соны оқып берейін. Нар еді-ау Мұқағали қазағымның, тарқарын сездім ерте базарының, қырықтың бесеуінен өтпей жатып, ойлап бегестем деп азал үнін. Қыран ең тұғырыңда жұртілеген, қаланды ескерткіш боп шіркін өлең, даусыңды қағып алды дархан далам, өзендей таудан ағып күркіреген. Ешкімге жағынбады, табынбады, жыл сайын жұқармады, қалыңдады. Еліңнің омырауына тағып кеттің, өлеңнің гауһар маржан лағылдарын. Ақынның әрбір өлеңінің туып, дүниеге келіп, абыройының асқақтауында, оның ел жұртқа құрмет асып танылуында әрине жарының да алар орнына ұшан теңіз. Осы орайда мен марқұм ақынның жары, сіздердің ақ жүректі аналарыңыз Дәмегүл анамызды да еске алғым келіп отыр. Жалпы келген қонағына төр ұсынып, адал асын ұсынған ақ жүректі аналарыңыз қандай жан еді? Марқұм анамыз Дәмегүл әкеміздің әрдайым жанынан табылатын еді. Әкеміздің жыр шумақ шабыты келгенде Дәмегүл қалам мен ұрышқа алып кел деп,
сөйтіп айтатындары есімде қалған. Анамыз марқұм үйге қонақ келгенде қабағын шытпай, дастарханын жайып, көптеген қонақтарын күткен. Біз ата-анамызға ризамыз. Жаны жанатта болсын, иманды болсын. Біздерді осындай тәлім тәрбие беріп, жақсы жолдарға жол сілтеген анамыз бен әкемізге рахмет айтамыз. Біреуге бақ, біреуге сор қонып тұр, бір басымда талай шайқас болып тұр. Жұдырықтай жүрегімнің түбінде қан тамырым туған жер деп соғып тұр деп әкемнің мына тамды топырағы деген өлең кітап шумақтары шыққан еді. Бұның демеушісі жаңағы ағамыз, үлкен ағамыз Бақытнұр Әбдіғаппарұлы және демеушісі жаңағы жездеміз Әбілқайыр ағаң. Ол кісілерге рахмет айтамын. Және Қайрат, өзіңе де рахмет айтып отырмын. Осы әкемізді еске алып, осындай неге қосып отқан сұхбатқа келіп қосып отқаныңыз үшін өте рахметімді айтамын сізге, алғысым шексіз. Және осындай жолда жүрсіз ғой сізде енді ақындық, жаңағы жазушылық, әкеміздің жолын берсін сізге. Сол үшін әкемнің там топырағы деген кітабын сізге тарту етпекшімін. Рахмет. Жер жәннаты құлпырған боз дала мен боз кемер, келешекке ұмтылған келбетің әлімің өзгерер деп, туған жерін зор махаббатпен жырлаған Әбдіғаппар Шөлбаевтың жүректегі жазулары ғасырлар қойнауында мәңгі өшпей сақталар сөзсіз. Әрине, сіздердей ұрпақтары және қалың оқырмандары барда. Келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болыңыздар.